Сәлем балақай, сабаққа қош келдің. Smiles 3-ші сыныптың 2-ші модульдің 28, 29, 30-шы беттегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын видеоға лайк басып, подписация етіп, қолдап кет. Сабақты бастаймыз. 28-ші беттегі 26-шы тапсырма. Read, choose and complete, then listen and check. Оқы, таңда және аяқта, одан кейін тексер деп тұр. Жаңа сөздер: caps қалпақтар, stickers стикерлер, shoes аяқ киімдер, bags сумкалар. Be bright, be seen жарқырасаң көрінесің. Мәтінді оқып аударып аламыз. Cars have got lights, but they may still not see you. So this is what you must do. Көліктердің жарықтары бар, дегенмен олар сендерді көрмей қалуы мүмкін. Сол себепті осыларды жаса. Бірінші, wear bright, colorful clothes on a dark day or when it is almost night. Сен қараңғы болған уақытта жарқыраған түрлі түсті киімдерді ки. Екінші, wear reflective caps, vests, belts and shoes when you are out at night. Егер де сен сыртта қараңғы жерде жүрген уақытта рефлективті киімдер ки, яғни олар жарқыраған, рефлексиясы бар кепкалар, белдіктер, аяқ киімдер ки дейді. Үшінші, carry bright, colorful, decorate your things with cool bright zips and stickers. Жарқыраған түрлі түсті сумкаларды өзіңмен бірге ал. Және де заттарыңды жарқыраған замоктармен және де жарқыраған стикерлермен сәнде. 27-ші тапсырма. Read and match. Оқы және де сәйкестендір. New жаңа, big үлкен, long ұзын, bright жарқыраған, warm жылы, short қысқа, dark қараңғы, cold суық, small кішкентай, old ескі. Енді осы сөздерді сәйкестендіреміз. New, old, big, small, long, short, bright, dark, warm, cold. Ереже. The blue helmet is smaller than the red helmet. Small, smaller, big, bigger. Көк дулыға қызыл дулығаға қарағанда кішірек. Small кішкентай, smaller кішірек. Big үлкен, bigger үлкенірек. Than қарағанда деп аударылады. 28-ші тапсырма. Read and tick. Оқы және белгіле. Екі суретке қарап белгілейтін боламыз. A суретінде қараңғы, B суретінде жарық. The day is darker. Күн қараңғы. A. The boy is older. Бала үлкенірек. B. The bike is newer. Велосипеді жаңа. A. The helmet is bigger. Дулығасы үлкендеу. B. The vest is brighter. A. Жарығы жарқырап тұр. The bag is smaller. Сумкасы кішірек. B. 30-шы тапсырма. Listen and read. Тыңда және оқы. Мәтіндерді оқып аударамыз. Hello, my name is Angus and I'm from Scotland. I'm wearing my kilt. It's our traditional custom. Do you like it? Сәлем, менің есімім Ангус. Мен Шотландиядан боламын. Мен өзіміздің килт киімін киіп тұрмын. Ол біздің ұлттық киіміміз. Саған ұнайды ма? I'm Kanat from Kazakhstan. I'm wearing a traditional Kazakh custom. I like my black and gold jacket. Менің есімім Қанат. Мен Қазақстаннанмын. Мен өзіміздің ұлттық киімімізді киіп тұрмын. Маған қара және де жылтыраған жакетім ұнайды. I'm Marumi. I'm from Japan. I'm wearing my favorite pink and white kimono. Мен Marumi. Мен Япониядан боламын. Мен өзімнің ұлттық ұнайтын розовый және де ақ түсті кимономды киедім.
31-ші тапсырма read and choose оқы және таңда. The kilt is a traditional custom from Scotland. Kanat is wearing a traditional custom from Kazakhstan. Marumi is wearing a pink and white kimono. Angus is from Scotland. Kanat likes his jacket. The kimono is a traditional custom from Japan. Ал балалар, 3 беттегі тапсырмаларды орындап шықтық. Сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Видеоға лайк басып, каналыма подписация етіп, қолдап кет. Келесі сабақта кездескенше сау бол. Look at these boxes. Мына қораптарға қара. The children are here. Балалар мұнда. Please clean your teeth. Өтініш тісіңді тазала. Демек, бірінші тапсырмада batteries, knives, touches, boxes, children, teeth. Енді 8-ші тапсырма listen and draw lines. Тыңда және де сызықтармен сыз дейді. Үйдің суреті берілген және сөздер берілген. Сөздердің аудармасын түсінікті деп ойлаймын. Touch – фонарик, cooker – газ плитасы, clock – сағат, microwave – микроволновка, laptop – ноутбук, remote control – пульт, mobile phone – телефон, lamp – лампа. Сол сөздерді суретке қарап, бір-бірімен сызық арқылы сәйкестендіресіздер. Осымен 20-шы және 21-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, қолдап кет. Келесі сабақта кездескенше сау бол.